Ел жаңалықтарына ойысайық, Астанада шахматтан Қазақстан біріншілігінің ақтық кезеңі өтіп жатыр. 28 үздік спортшы өзара мықтын анықтайды. Турнир 2 санаттан тұрады: Open және Women. Әрқайсысында 14 шахматшыдан. Жарыс 13 турдан тұратын айналмалы жүйе форматында өтеді. Жалпы жарыс туралы егжей-тегжейлі тілшіміз баяндайды. Шахматтан ел біріншілігінің ақтық кезеңіне қатаң іріктеуден сүрінбей өткен үздіктері ғана жиналды. Олардың қатарында сайыстың былтырғы жүлдегерлері, жастар біріншілігі мен жартылай финал жеңімпаздары бар. Кіл мықтылар сынға түсер бәсекедегі ең жас шахматшы Әлімжан Жауынбай. Ол 11 жасқа дейінгі спортшылар арасында әлемнің 2 дүркін чемпионы, бұдан бөлек Азия чемпионы, Қазақстанның 7 дүркін чемпионы. 11 жасқа дейінгі шахматшылар арасында елдегі ең жас фиде шебері сияқты атақтары бар. Биыл сәуір айында Душанбеде кадеттер арасында өткен Батыс Азия біріншілігінде ағасымен бірге алтын медаль тақты. Нас научил играть папа. Шахмат ойнауды әкем үйретті. Басында жай әуестеніп жүрдім. Кейін санаттар бойынша өзімді сынап көрдім. Жақсы нәтиже көрсеткен соң таңдауым осы спортқа түсті. Ойын кезінде тактикалық шабуыл жасай аламын. Уақытқа ойнауда қолымнан келеді. Мен 13 жасқа дейінгі қатарластарым арасында гроссмейстер атанғым келеді. Әлем бойынша рекорд орнатуға тырысамын. Әлімжанның ағасы Алдияр да осы жарыста бағын сынап жатыр. Ол 13 жасқа дейінгі мектеп оқушылар арасында әлем чемпионы, кадеттер арасында Азияның вице-чемпионы. Бұл спортқа 9 жасында келсе де біраз жетістікке жетіп үлгерген. Из года в год, скажем так, они радуют на каждом турнире. Жыл сайын бізді жоғары нәтижелерімен, марапаттарымен қуантып келеді. Екеуі жалпы алғанда 100-ге тарта жарысқа қатысыпты. Оның ішінде халықаралық, республикалық және қалалық сайыстар да бар. Ата-ана ретінде балаларымыздың дамуына қолайлы жағдай жасап келеміз. Қос ұлым бір-бірін үнемі толықтырып отырады. Мінездері әртүрлі болғанымен екеуі де дарынды. Әлімжан мен Алдияр Қазақстанның балалары мен жасөспірімдер құрамасы сапында өнер көрсетеді. Спортшыларға жан-жақты қолдау көрсетіледі. Олардың әлемдік гроссмейстерлермен өтетін оқу жаттығулары, қатысатын жарыс шығындары төленеді. Тағы стипендияларын алады. Біздің балалар әлем чемпионаттарында, Азия чемпионаттарында жақсы нәтижелер көрсетіп, осы соңғы әлем біріншілігінде бүкіл әлемде бірінші орын алды командалық есепте. Қытай мен Үндістаннан асып оздық. Қазақстан біріншілігі ересектердің арасында өткізіледі. Сондықтан көбіне әрине ересектер ойнайды, гроссмейстерлер, халықаралық мастерлер. Ал жас ұрпақ әрине оларға финалға өту қиын болатын. Бірақ бізде осы жартылай финал бар. Сол жартылай финал арқылы Жауынбай Алдияр өзінің алғырлығын көрсетіп, ересектердің арасында бірінші орын алып, қазіргі таңда осы финалда қатысып жатыр. Ағайынды Жауынбайлар келер айда Ақтөбе Open халықаралық турниріне қатысады. Оған Үндістаннан, Румыниядан, Ресейден және тағы да басқа елдерден 100-ден астам шахматшы келеді. Айта кеткен жөн, елордада өтіп жатқан ел біріншілігінің жүлде қоры 20 миллион теңге. 100-ден жүйрік шыққандарға 3 миллион теңгеден, екінші орынға 2 миллион теңге, үштікке іліккендерге 1,5 миллион теңгеден ақшалай сыйлықақы беріледі. Мейірлан Алтынбек, Ғалымжан Әбділахат, 24 KZ.